Ескерту: халық емін қолданбас бұрын міндетті түрде дәрігермен кеңесіп алыңыз. Бүгінгі тақырып: лимонның пайдасы мен зияны қандай? Суық түскенде лимон таптырмасы өнім болып табылады. С дәрумені иммундық жүйені нығайта түседі. Хош иісі жігерлендіреді, ал шай мен лимон қосылған бәліш әсерін күшейтеді. Ашық сары жемістер алғаш рет 7 ғасырда айтылған және Үндістан, Қытай және Тынық мұхиты тропиктік аралдарынан шыққан. Бүгінгі таңда лимон субтропикалық климаты бар елдерде кеңінен өсіріледі. Жыл сайын әлемде 14 миллион тонна лимон жиналады екен. Көптеген жемістер сияқты лимон көктемде гүлдеп, күзде жеміс береді. Лимонның пайдасы: 100 грамм лимонның құрамында 29 калория бар. Егер сіз лимонды қантпен бірге тұтынсаңыз, онда калория мөлшері 209 калорияға дейін көтеріледі. Егер сіз лимон, зімбір және бал қосылған су немесе шай ішсеңіз, онда әр стақан сіздің рационыңызға 60 калория қосады екен. 2 ас қасығы лимон шырынында адамға қажет С дәруменінің тәуліктік мөлшері бар. Лимон құрамындағы аскорбин қышқылының жоғары болуымен ерекшеленеді. Шамамен 100 грамм болатын лимон 34 килокалорияға ие, ал оның құрамындағы ақуыз мөлшері 0,9 грамм болса, майлары 0,1 грамм, ал көміртек 3 грамм шамасында. Лимон денсаулыққа өте пайдалы жеміс болғандықтан, медицина мен фармацевтикада да кеңінен қолданылады. Ол иммунитетті арттырып, ағзаны вирустар мен бактериялардан тазалайды. Жалпы мамандар лимонның 15 түрлі пайдасын алға тартады. Құрамында кальций, магний, калий сынды элементтер көп болғандықтан теріні ылғалдандырып, жансызданудан сақтайды. Буын мен бұлшық еттегі ауырсынуды басады. Зат алмасуды реттейді. Ағзадан токсиндерді, өзге де қажетсіз заттарды шығаратын бауырдың жұмысын жақсартады. Ангина, тыныс алу жолы инфекциясы, миндалиннің ісіну сынды ауруларын алдын алады. Және де лимон ішек жолын тазартады. Ағзадағы метаболизм құбылысын іске қосады. Иммунитетті күшейтіп, қартаюды тежейді. Құрамындағы калийдің арқасында күйзелістен күресуге септігін тигізеді. Лимон қосылған су қанды тазартады. Артериялық қысымды төмендетуге көмектеседі. Күнделікті тұтынатын болсаңыз, қысымыңыз 10%-ға дейін төмендейді. Құрамында С дәрумені көп болғандықтан теріні жасартады. Оны аяғы ауыр әйелдерге де пайдасы мол. С дәрумені иммунитетті күшейтіп, дүниеге келетін сәбидің сүйегін қатырады. Мұнымен қатар, ми жасушаларының түзілуін тездетеді. Шай қасық лимон шырынын 1 стақан суға араластырып ішсеңіз, асқазан қыжылынан арыласыз. Бүйректегі тастарды ыдыратады. Лимонның сіз білмейтін 5 пайдасы. Сары жемістің үй тұрмысында да пайдасы өте көп. Лимон суық тигенде таптырмас өнім екені бәрімізге мәлім. Иммунитетті нығайтудан басқа, сары жемістің үй тұрмысында да пайдасы көп екенін бірі білсе, бірі білмейді. Сонымен, лимонның пайдасы қандай? Металлдастарды лимон қабығымен сүртіп, сумен жусаңыз, жарқырап шыға келеді. Күріштің бірі-біріне жабыспай шашырап піскен қаласаңыз, біраз қасық лимон сығындысын пайдаланғаныңыз жеткілікті. Шәйнектің ішін қақтан тазартуда лимон таптырмас құрал. Лимонды қабығымен кесіп, үстіне су құйып, 10-15 минут қайнату керек. 5 ас қасық лимон шырыны қосылған су мен шәйнек пен айнаны сүртсеңіз, барлық тақты кетіреді. Әрі үйдің ішінде жағымды иіс береді. Лимон микротолқынды пешті тазалауға, сондай-ақ оның ішіндегі жаман иісті жоюға көмектеседі. Ол үшін су құйылған стаканға бірнеше қасық лимон сығындысын қосып, пештің ішінде қыздыру керек. Кейін құрылғының ішінде шүберекпен сүртіп алған жөн. Лимонның сіз білмейтін құпиясы. Лимонның емдік қасиеттері мен адам өміріне пайдасы орасан зор екендігін бірі білсе, бірі білмейді. Кейбір медицинадан мақұрым адамдар шайға қосылатыны мен қышқыл болатынына ғана хабардар. Бүгін біз сіздерге осы бір сары жемістің қандай керемет пайдасы бар екендігін тілге тиек етпекпіз. Қышқыл әрі ерекше дәмі бар өсімдік маңайының барлығын тазартады. Сонымен қатар иммунитетті көтеріп,
түрлі вирустарды жоюда өз пайдасын тигізеді. Лимон жемісі айналасын хош иіске бөлейді. Сондай-ақ депрессиядан шығуға көмектеседі. Мұны білетін мамандар элиталы мейрамханалардың маңайына осы бір өсімдіктің ағашын отырғызады. Келген қонақтар өздерін жайлы сезініп, қайтадан бас сұғуға ұмтылады. Бір жағынан бұл да пайдалы кәсіптің біріне тигізіп жатқан көмегі. Мамандардың айтуы бойынша, сары өсімдік адамның басындағы терісін жақсы тазалайды. Бұдан бөлек, терге шыққан безеу, өзге де ауруларды жоюға көмектеседі. Лимонды екіге бөліп, ауырып тұрған мүшелеріңізге тигізсеңіз, ондағы микробтарды жоя салады. Сондай-ақ, тырнағыңызға дерт пайда болып, тыныштық бермесе, лимон басып қойсаңыз, көмегі тиері сөзсіз. Егер жылы сумен лимон өсімдігін ішсеңіз, артрит, ревматизм сынды аурулардың алдын алуға болады. Лимонды күнделікті пайдалану бетті тазалап қана қоймай, әжім түсуден сақтайды. Лимонды 4-ке бөліп, ыдысқа салып, бөлмеге қойсаңыз, үйдегі ауаны тазалайды. Егер сізде астма, тұмау немесе аллергия сынды аурулар болса, мұрныңызбен иіскеңіз деміңізді ашып, рахатқа бөлейді. Лимон қосылған судың денсаулыққа пайдасы. Лимон қосылған судың ағзамызға пайдалы екені бұған дейін де айтылған. Оны дайындау жолы да өте қарапайым. Сонымен, лимон қосылған судың бірқатар пайдасын оқырман назарына ұсынамыз. Иммундық жүйеңізді қатайтады. Лимон С дәрумені мен калийге өте бай. Ол жүйке жүйесі мен мидың қызметін жақсартып, қан қысымын қалыпқа келтіреді. Лимон қышқылы сілтілі балансты да реттейді. Артық салмақпен күресуге көмектеседі. Өйткені оның құрамында қандағы қант мөлшерін дұрыстайтын пектин бар. Ол қарныңыздың ашқанını көпке дейін білдіртпейді. Сондықтан сілтілі диетаны ұстайтын адамдар басқаларға қарағанда әлдеқайда тез арықтайтыны дәлелденген. Лимон қосылған су ас қорыту жолдарын жақсартады. Себебі басқа ферменттермен де әрекетке түсіп асқазан сөлін тежейді. Ал жылы су ішек-қарын жолдарын тазалайды. Теріңіздің тартымды болуын септігін тигізеді. Лимон құрамындағы С дәрумені ағзаның ішінен теріні жақсартады. Сол себепті лимон қосылған су ішу арқылы сіз көпке дейін қарттықты ұмытасыз. Оған қоса түрлі безеу, қара дақ секілді көзге тұрпайы көрінетін нүктелерден құтыласыз. Лимон қосылған су отқа күйіп қалып, денеңізге тыртық түссе де оны кетіруге көмектеседі. Лимон ең мықты антиоксидант. Ал оны суға қосып ішсеңіз, зат алмасу процесін жақсартып, ағзаңызды бос радикалдардан қорғайсыз. Холестерин мөлшерін төмендетіп, иммундық жүйені қатайтады. Лимон қосылған су қаныңызды тазалайды. Сонымен бірге қан тамырлары мен күре тамырды да тазалауға көмектеседі және қан қысымын төмендетеді. Ол сусын арқылы түрлі аурулардың алдын алуға болады. Тіпті қатерлі ісікке де қарсы төтеп бере аласыз. Ең бастысы, кәсіби мамандардың айтқан тәртібі бойынша ішкен дұрыс. Лимонның пайдасы талас тудырмайды. Тропикалық жеміс құрамында С витамині жоғары деңгейде. Салқын мезгілде лимонмен шай ішкен иммунитет үшін аса пайдалы. Әлемнің атақты асханаларында тағам дәмін күшейткіш демдеуіш ретінде де қолданылады. Лимон ағашы Азияда плантацияда тіпті бөлмеде өсіріледі. Лимонның пайдасы мен зияны туралы көптеген қауесеттер мен даулар бар. Ол қайшылықтың шығу негізінен дұрыс қолданбауымен байланысты. Лимон шырыны және жемістің целлюлозасы биологиялық белсенді заттардың мол болуына байланысты көптеген пайдалы қасиеттерге ие. Лимон суық тию ауруларына қарсы күресте табиғи дәрі. Аурудың алғашқы симптомдары кезінде лимонмен шай ішу халық арасында кеңінен тараған. Жемісті сырқат кезінде ғана емес, тұрақты тұтынғанда пайдалы. Ол иммунитеттің қорғаныс күшін нығайтуға көмектеседі. Лимонды ағзада пайдалы әсер болу үшін қалай қолдану керек? Лимон инфекцияның әртүрлі ошақтарына іс-қимыл жасайды. Бастапқы кезеңдерде ангинамен күресуге көмектеседі. Жеміс қабынуға қарсы
және дезинфекциялық әсерге ие. Бұл аурудың ерте кезеңдерінде іріңнің пайда болуына қарсы тұруға мүмкіндік береді. Ангинаның алғашқы белгілерінде лимон шырынын шайға қосып көп мөлшерде жейді. Лимон қабығын баяу шайнау пайда болады. Бұл әрекетті жасаған соң 1 сағат тамақтануға болмайды. Лимон қышқылы және эфир майлары тамақтың шырышты қабықтарымен өзара әрекеттескенде пайдасы нәтижелі болады. Лимон қан қысымының қалыпты деңгейін және жүрек жұмысын сақтауға көмектеседі. Лимондар цитрус жемісіне жатады. Сондықтан кей ерекшеліктеріне байланысты көп қолдануға болмайды. Көп жесе балдай ащы. Күнделікті рационға лимонды тұрақты қолданбаған жөн. Егер сізде ойық жара және асқазан ішек жолдарында аурумен ауыратын болсаңыз, онда қышқыл жемістер зиян болады. Бұл жағдайда жемістерді қабылдау қатаң шектеледі. Салдары ауырсыну, спазм және күйік сияқты жағымсыз симптомдарды тудыруы мүмкін. Егер сізде тіс ауруы болса, лимон қышқылы теріс әсер етеді. Тіс дәрігерлері тіс саулығын сақтау үшін жемістерді қолданғаннан кейін мұқият шаюды ұсынады. Лимон ангинаның бастапқы кезеңіндегі күресте тамаша көмекші. Қабыну процесі айқын болғанда, оны пайдалану тек тітіркенуді, ауырсынуды күшейтеді. Емделуге кедергі келтіріп, жаралардан қан кетуге әкелуі мүмкін. Егер сіз жедел немесе созылмалы панкреатиттен зардап шексеңіз, жемісті тұтыну бауырдағы тазалау процесінің күшті стимуляторы. Сіздермен бірге болған Дертке ем арнасы. Жазылып кетуді ұмытпаңыз.